Жапониядағы қазақша қыз ұзату қалай болады? Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл мен Жапониядағы қыздарыңыз Жадыра. Бүгін сіздермен жалпы сондай бір өзіміздің отбасылық қуанышымызбен бөліскіміз келіп отыр. Яғни біздің қарындасымыз, Аянның қарындасы, менің қайын сіңілім осы Жапонияда біз кішігірім шығарып салу ұзату тойын жасаған болатынбыз. Яғни той деп айтатынды, енді біз үшін ол сол той сияқты болды. Алайда біз осы Жапониядағы 10 шақты баланың басын қосып, солай кішігірім мерекені өткізген болатынбыз. Себебі осы 2 жаста екеуі де осы Жапонияда болғандықтан, екеуі де Жапонияда білім алатындықтан, қазіргі кезде елге жаңағыдай белгілі бір себептерге қатысты қайта алмағандықтан, осылай кішігірім бастарын қосып берген жайымыз бар. Және де менің алдыңғы шығарған кескінімде солай құттықтауды жазып жатыр екенсіздер. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге де солай жұғысты болсын деп айтқым келеді. Жалпы бұл ой бізге қайдан келді? Және де мен өзімнің жайған дастарханымды көрсеткен кезде елдің бәрі не деген күшті деп солай таңғалып жатқандар бар. Әдеттегідей қылып жая салса да болады ғой деген сияқты айтқан адамдар да бар. Бірақ біз оны ерекше қылып өткізгіміз келді. Себебі біз бәріміз де білеміз, жалпы қыздың ерекше жаңағыдай уақыты ғой бұл. Және де есте қаларлықтай уақыт деген сияқты әрі ең маңызды жаңағыдай мерекесі болып табылғандықтан, осылай өзімнің бар білгенімді әртүрлі тораптардан іздеп, Аянды дереу мен жолдасым қолдап кеткен болатын. Сөйтіп дереу алатын заттарын бәрін алып, жаңағыдай суретке түсетін бөлек фотозонаны да бөлек жасап, дастарханымызды солай жайып, барынша бүкіл жаңағыдай қазақи, негізі сатып алынған нәрсе болмады, бәрін де қолдан жасадық. Тек қана жемісті сатып алдық, оның өзін мен ерекше қылып қоюға жөн көрдім. Жалпы мен өзім дастархан жайған кезде көбінесе дайын нәрсені сатып алып келгенде ондай қатты жақсы көрмеймін да. Оны себеп адам дүкеннен де барып сатып ала салады деген сияқты. Сол себепті бәрін де қолдан жасап, осылай ақ дастарханымызды жайып, достарымызды шақырып, осылай баталарын алып, тілектерін алып, көп тілесе көл деген сияқты сөз бар ғой. Сол сияқты қылып кішігірім мерекемізді өткізген болатынбыз. Жалпы айтқым келгені осындай. Біз қайда жүрсек те өзіміздің шыққан жерімізді, өскендегі әртүрлі дәстүрлерді, ата-анамыздан көргенімізді, ата-апаларымыздан көргенімізді қайда жүрсек те ұмытпайтынымызды сіздерге айтқым келді. Және де көрініспен де көрсетіп жатырмын. Сол себепті де сіздерге де солай бір кішкене себепкер болғым келеді. Себеп сіздерде мысалы шетелге шығып оқитындар бар, осы Жапонияға оқуға келгісі келіп жүргендер де бар. Ешқашанда өзінің шыққан жерін ұмытпай, тілін деген сияқты нәрселерді, дәстүрін деген сияқты сондай бір ұлттық құндылықтарды ұмытпағанымыз жөн деген мақсатта осындай кескін түсіріп жатырмын. Жалпы сол Жапония туралы тағы да басқа да көптеген ақпараттар білгіңіз келсе, онда менің парақшама тіркеліп, достарыңызға таратып, әрдайым мені қолдап жүрген оқырмандарым да бар. Сіздерге де көп рахмет. Алдағы уақытта әлі талай танымдық, сондай бір ақпараттық жақсы бір жаңалықтармен сіздермен бөлісіп отырамын. Көп рахмет.